Ассаламу алейкумдар, әлеуметтік желі қолданушылар. Бұл Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қаласындағы мынау Қазпоштамыз аудандық. Біздің айтайын дегеніміз мына бізге Қазпошта деген енді мына зданияның айналасын көрсеңіздер, не деген масқара, мынау мусор деген. Мынаны қараңыздар. Алды іші мына арақтың бутылкасы, мынау жаңағыдай горилланың ыдыстары, мына клей, мына ерлерде, мынаның бәрі почтаның нелері ғой, қағаздары ғой, мына жатқанның бәрі, коробкалардың бәрі. Кейін мынау бұл таң қалатын, мына мусорный ящикке таң қалам да, бұл бір красканың несін қойып қойғанда, шелегін. Бұл шіріп, асты түсіп қалған негізі мына шелектің. Кейін мына пандус мәселесі. Сарыағаш аудандық Қазпоштамыздың пандус мәселесі бізде бірден бір проблема болған осы болды ғой. Не деген масқара, бұл пандус деген бітпейді. Қысын жазын келеміз, почтаға келсек, коляскамен сыртта отырамыз. Бұл бюджетте ақша жоқ па, әлде тағы да жемқорлық болып жатыр ма бұл жерде? Соған мынау біз Сарыағаш аудандық әкімнен осы жердің жаңа басшылығын айта беріп шаршадық енді. Мынау әкімдік тараптан, райсебіз тараптан пандус қарайтын, кейін Түркістан облысы әкімдігіне өтінеріміз. Мынау не деген масқара енді. Бізде еш бітпейтін болды ғой пандус деген нәрсе. Ана басынан бастап аяғына дейін қараңыздаршы мусорды. Мына ішінің жағдайын қараңыздар енді. Мына ішін сәл ретке келтіріп, тазалап, мына талдан түсіп жатқан мына жаңағы не дейді анау бір қара бір нелері бар ғой, солардың бәрін тазалап, тырмалап, мына жерде бір кейпіне келтіріп қойса болады ғой. Мына зданияны қараңыздар, ана төбесінде мынандайлардың бәрі құлап, масқара болып жатыр. Ана кірпіштерін бәрі аңырайып, енді білдей бір ауданның Қазпоштасы ғой бұл. Осыны істемаған таң қалам енді. Қандай басшылық екен бұл жерде отырған қарап. Бұл негізі өзіміздің ауданға, өзіміздің жанашыр бір басшылықтардан осы Сарыағаш ауданның бір жанашыр біреулерін қоюға болмайды ма екен, Әр жерден Қазақстан шет-шетінен келеді да басшылыққа келіп отырады. Олар ештеңеге жанашмайды ғой, бұндайға қарамайды да. Олар тек қана өзін ойлайды, қалтасын ойлайтындар келеді берге. Неге өзіміздің Сарыағаштың бір жанашыр осы жерге басшылық табылмайды? Жаңа бір енді естіп жатыр қазір Қазақстан бойынша Қазпоштаның бастығының бір інісі ма туысқанын ба әкеп отырғызып қойыпты да берге. Жас бала дейді. Бұл жас бала не бітіреді? Берге өзіміздің Сарыағаш аудандық бір жанашыр біреуді әкеп қою керек шығар, может. Сонда ғанда бүйіріміз сәл ретке келетін жер. Өзіміздің ауданға жанашитын, осы өзінің жұмыс орнына жанашитын адамды әкеп қою керек қой. Жас баланы әкеп қойыстыр. Не деген масқара мынау? Бір осы мусорларды, бір осы айналасын тазалатамаған билік, қандай билік? Ана лестницаның кафельдерінен де айтамайым, түсіп қалған кафельдер жатыр әз берді. Лестницаның өзін бассан қатыр құтыр да берді. Соны аудан әкімі, облыс әкімдерінен өтінерміз. Өзімізге бір жанашыр біреуді әкеп қойыңыздар шындай жерлерге. Мына пандусты турлап қоятын мүгедектерге сәл оң көзімен қарайтын адамдарға әкеп қойсаңыздар. Енді басқа жерлердің пошталардың алдына барсаң бұндай емес шығар мынау. Не деген масқара бұны?